Ассалаумағалейкум. Құрметті Қызыл қағаз YouTube арнасының көрермендері. Арнамызға қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі бейнеролигімізде жас жұлдыз Ламин Ямал туралы қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Бейнеролигіміз басталмастан бұрын арнамызға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетулеріңізді сұраймыз. Ламин Ямал қазіргі таңда әлемнің ең көп назар аударған жас футболшыларының бірі. Ол Барселона командасының шабуылшысы, әрі Испанияның ұлттық құрамасының үміт артар жас таланты ретінде танылып отыр. Атап айтқанда, оның ерекше қабілеттері мен футболға деген құштарлығы көпшілікті таң қалдыруда, ендеше онымен толығырақ танысайық. Өмірбаяны мен отбасы. Ламин Ямал 2007 жылы 13 шілдеде Испанияның Мадрид қаласында дүниеге келген. Оның ата-анасы Мароккодағы және Гвинеядағы туыстарынан шыққан. Сондықтан Ламиннің екі елдің мәдениетінен де хабардар екені айқын. Балалық шағында Ламин футболға қызығып, 7 жасында өзінің жергілікті клубына қабылданды. Кәсіби мансабы. Ламин Ямал 2014 жылы Барселона клубының академиясына қабылданды. Жас футболшы академияның бірнеше жас тобында керемет ойын көрсетті. Оның ішінде әсіресе техникалық шеберлігі мен жылдамдығы айрықша танымал болды. Оның жасынан қарамастан, ол жиі өзінің бұрынғы құрдастарынан асып түсіп отырды. 2023 жылы 15 жасында Ямал Барселона негізгі құрамасына шақырылды және 2023 жылдың қазан айында ол клубпен алғашқы ресми матчын өткізді. Бұл дебют оның мансабында үлкен қадам болды, себебі ол әлемдік футболда аса жас ойыншылардың бірі болып танылды. Ламин Ямалдың басты ерекшелігі оның техникалық шеберлігі. Ол өте жылдам және дриблинг жасауда жоғары деңгейде. Оң аяғымен керемет соққылар жасап, түрлі шабуылдарды ұйымдастыруда мықты. Оның алаңдағы қозғалысы мен шешім қабылдауы да жоғары деңгейде. Сонымен қатар, Ямал сол қанатта ойнап, қарсыластарының қорғанысын бұзуға үлкен үлес қосады. Дебюті. 2023 жылдың қазан айында Ямал Испанияның ұлттық құрамасына шақырылды. Және ол сол кезде әлемнің ең жас халықаралық дебют жасаушы ойыншыларының бірі болды. Ол Барселонада да керемет өнер көрсетті, және оның жасына қарамастан алаңдағы тәжірибесі мен сенімділігі оны басқа клубтар мен жанкүйерлердің назарында қалдырды. Ұлттық құрама мен болашақ перспективасы. Ламин Ямал 16 жасында Испанияның ұлттық құрамасында өзінің дебютін жасады. Бұл да оның футболдағы үлкен болашағының белгісі. Қазіргі таңда оның негізгі мақсаттарының бірі Испанияның ұлттық құрамасының басты ойыншысы атану және халықаралық турнирлерде жақсы өнер көрсету. Әлеуметтік медиадағы танымалдылығы. Ямалдың әлеуметтік желілерде көптен бері көптеген ізбасарлары бар. Оның әр қадамы мен матчтағы көрсеткіштері көпшілік тарапынан бақылауға алынған. Осылайша ол тек футболшы ретінде ғана емес, сонымен қатар спорттық танымал тұлға ретінде де есімін танытуда. Жақын болашақтағы мақсаттары. Ламин Ямалдың ең басты мақсаты әлемдегі ең үздік футболшылардың бірі болу. Оның жылдамдығы, техникасы, көзге түсу қабілеті оны келешекте футболдың ең жоғары деңгейінде ойнайтын ойыншылардың қатарына қосуы мүмкін. Сонымен қатар, оның ұлттық құрамадағы болашағы да өте жарқын, өйткені ол тек 16 жаста және әлі көп уақыт бар. Ламин Ямал қазіргі футбол әлемінде өзіндік орнын табуда. Оның техникалық шеберлігі, жылдамдығы және жасында көрсеткен нәтижелері оның үлкен болашаққа ие екенін айқын көрсетеді. Ол Барселона мен Испания құрамасында болашақта әлемнің ең үздік футболшыларының бірі болуға ұмтылуда. Ал достар, бүгінгі бейнеролигімізде өз мәресіне жетті. Бейнеролик ұнаса лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Ендеше көріскенше сау болыңыздар.